Кожа. Бармын. Шижудың жағдайы қалай? Жаңа ғана Чыңгүй Чыңдыңдардың хатын тапсырып алдық. Екеуі Либудың сеніміне ие болып, Шижудың Саңғұн сарайына жұмысқа шақырылыпты. Жарайсың. Олар қайт. Қайткен күнде де Либу мен Чыңгоңның арасын салқындатсын. Чыңгоңды сенімнен айырып, беделін түсірсін. Сонымен бірге амалын тауып, Либу мен Любиді арандатып, Шижуда үлкен былықпалық тудырсын. Біз осы орайда Шижуды басып аламыз. Іс біткен соң, патшаға мәлім етіп, Чыңгүйді Шижудың бас уәли етіп тағайындаймын. Алаңсыз болыңыз ием. Әкелі балал екеуі айла шарға жүріп тұр. Үмітіңізді сіз жығақтайды. Жарайды. Кеттік. Қосын қайтсын! Аға Саңғұн, бүгінгі күні кімдеген сіздің көмегіңізге ие болса, сол әлемнің билеушісі болғалы тұр. Үйенші сізден ешқандай көмек ала алмаған соң, Шижуда ойсырай жеңіліп, өмірлік өкініш арқалаған жоқ па? Олым дұрыс айтады. Аға Саңғұн ерлігімен айласына сүйеніп, Шижудан табан тіреп, кіндік жазықтың қожасының айналарында дау жоқ. Кіндік жазықты шенгел деген соң, әлемді билейтін боласыз ғой. Үйеншіға көмектесудің қажеті қанша. Әкемнің айтқан өте дұрыс. Аға Саңғұнның қол астындағы ертауылдарға кім тең келсін? Сіз қойған тор тұлпарға мініп, айсыңғыны қолға алсаңыз, айбатыңыздан бүкіл әлем тіксінбей ме? Сіз дербес билікті қолға алып, өз патшалығыңызды құрғаныңыз жөн. Әрине сөйтем. Бірақ бұған әкелі балал екеуіңнің көмегін қажет болар. Кәу, олым екеуіміз Аға Саңғұнның шапағатын көріп отырмыз. Шын ниетімізбен ақтау борышымыз емес пе? Әкелі балал екеуіміз сіздің атақ қалтырып, патшалық құруыңызға көмектеспесек, онда бұл өмірге несін келдік? Жарайсыңдар, келіңдер. Бірге шарап ішейік. Күңтай мырза келген екен ғой. Қанекей, төрлетіңіз. Әкең екең шыға тұрыңдар. Функцион қайтар сөзім бар. Алысқа кетпей, сыртта күтіңдер. Ләппәй. Функционау, сен әкелі балал екеуін ішкі қазына сарайына орналастырыпты деп естідім ғой. Солай? Әуелі оларды оң-сол ғана тақылшы ет тағайындапсың ғой. Дәл солай. Әкау функционау, ол екеуі құрша жырғалаған құлқысыз жандар емес пе? Таученнің қол астында жүргенде, Үйеншаумен астасып, арада олжа елеп, атақ тілемек болған. Оны Таучен сезік қойып жандарынан айырыла жаздаған. Таученнің кеңшілігіне ғана шыбын жандар қалып отыр. Ал бүгін сенің қасыңа келіп қалғаны қалай? Әуелі олармен балжаласып алыпсың. Көңтай, ол екеуі маған адал пейіл танытып отыр ғой. Оның несіне қызғанасың? Не дейсің? Мен сол арсыздарға қызғаныш білдірт деп тұрсың ба? Ой, функционау. Майдандағы шайқаста алдыңа жан салмағаныңмен адам аласын байқай алмайды екенсің. Олардың саған сонша жағымпаздануында мән бар. Балтай тәтті тіліне алданып қалып жүрме тегінде. Чыңгоң! Орынсыз сөйлеп, жақсы адамға пірешеп бақсың ба? Жақсы адам? Олар опасыз сатқын, жібі түзу адамдар емес. Адал мәлде опасыз ба, оны өзім біліп отырмын. Артық сөзді қыртысын тимейді. Есіңде болсын. Шижу қамалында менің айтқаным есеп. Ендеше, Саңғынның қасында келіп алалы жөн фамилиялар болған соң, менің қажетім қалмаған екен. Егер қор болғандай сезінсең, өз жолыңды тауып ал.
Жарайды. Мен кетейін. Бірақ бір істесіңе салайын. Шыжу қамалына қауіп төніп келеді. Жүре көрерміз. Ренжімей. Екі ақылшымды шақыра сал, менімен бірге шарап ішсін. Әзір болған соң, иесіне шын ниетімен ақыл көрсету керек қой. Олған емес. Әуелі емді алақанды ойнатқысы келеді. Мұнысы ауқымды бағандай алмау ғой. Әкеліп алар екеуің қандай арамдық сайлар екесіңдер, онда көрейін. Мырза, сіз өзіңіз жүре көреміз деп айтып едіңіз қайым. Күнтай мырза, сау болыңыз. Тура сөз туғанға жақпайды. Сумақы мақсатына жетпек. Бейте беретін болса, шыжуды қойып, өз басымда аман қалмаса. Лейбудан бойымда аулаққа салып, бөгді қожаз дегенім жөн болар. Бірақ мына алағай-бұлағай заманда кемеңгер бей бар ма? Маған мекен болар шер қайда. Лейбу ақмақ болғанымен мені сыйлайтын. Ол сыңар езу жаны. Ақыл тоқтатпаған бала сияқты. Келіңдер. Мырза. Ат дертте аңға шығамын. Ләппәй. Мына адам күмәнді сияқты. Ұстап әкеліңдер. Қоңбаған, Леубей деген сатқын сау-саумен астасып, шыжуға ауыз салмақ екен ғой. Аға Саңғын, Леубей шыжуды тартып алғаныңызға бола сізге кектеніп жүргелі қашан. Алайда айқасарға қал жоқ болып жүр емес пе? Қысылғанда сау-саумен астасып, сау-сау қолының күшімен шыжуды тартып алмақ болған екен. Пақырыңыз, Леубейдің мүлайымсыған опасыз екен баяғыдақ байқаған. Ол нағыз сатқын, салауатты кісімсігенімен іс жүзінде астыртын қастық сайлап жүргені. Нағыз опасыз сатқынның өзі. Тауып айттың. Дәл айттың. Десе де, салауатты кісімсіген нағыз сатқын дегенді дәл тауып айттың. Дегенмен Леубей жалғыз сатқын бекен, сонда шыжу қамалында басқа сатқын жоқ болғаны ғой. Тағы да сатқын бар ма? Ол кім? Дәт аға Саңғын, Күнтай мырза мені меңзеп отыр. Дұрыс айттың. Мен дәл әкеліп алалы екеуіңді айтып тұрмын. Егер мен жаңылмаған болсам, салауатты кісімсіген нағыз сатқан екеуің шығарсыңдар. Арам ниеттерің әбден асқынған екен. Мырза, неге бұлай дейсіз? Неге бұлай дейсіз? Екеуің Саңғын сарайына кірместен бұрын шыжу қамалы шым-жырт жатқан. Ал екеуің келген соң, мұнда неше түрлі шықты. Ең алдымен сау-сау аға Саңғынды шыжудың дуанбек етіп тағайындады. Онан соң шыжу қамалында жүріс-тұрысы күмәнді яңжулық саудагерлер пайда болды. Ал бүгін мына құпия хат келіп отыр. Айтқаны, әкең екеуің сау-саудың жансызсыңдар ма, әлде Леубейдің жансызсыңдар ма? Жоқ, әлде екеуіне ортақ жансызсыңдар ма? Саңғын, менің басымды алып, шыңғымды күмәннен арылтсаңыз екен. Шыңғым, шындығының сатқын екеніне қандай дәлелің бар?
Дәлелім жоқ болса да, мен көрегендігіме сенемін. Аға саңғын естіп тұрған шығарсыз. Кінә тағар кісіге сылтау деген табылады қой. Чоңгоң, мен саған оларға кетпен беріп талай рет айттым. Ал сенші, қашанда қай жайдағыдан күмәнданып кісін ал жастырасыңдар жүрсің. Саған айтып қояйын. Чындың сарайға келгелі сені ауыз жаппай мақтайды. Дәнішпән, кемеңгер адам дейді. Әуелі сені бас ақылшы болсын деген болатын. Ал сенші? Солай ма? Олар әрине сенің алдыңда мені мақтайды ғой. Әйтпесе салауатты кісімсіген нағыз сатқын қалай атансын. Чоңгоң, дереу шындыңнан ғапу өтініп, кірбеңдікпен күмәнді жой. Мүмкін емес. Тыңда! Мен саған әмір етіп тұрмын. Саңғын, шындың жаңа қылышын саған ұсынбап беді. Онан да сол қылышпен менің басымды ал. Опасыз сатқыннан кешірім сұрайды деме. Сен! Аға саңғын, пақырыңыздың Күңтай мырзаға кешірім сұратуға қалай батылы барсын? Онан да ол кісі мен кешірім сұрайын. Күңтай мырза, алаңсыз болыңыз. Әкем екеуіміз аға саңғының оң сол қанат ақылшылары болсақ та, сіздің ақылшылық орныңызды басуымыз мәңгі мүмкін емес. Әкем екеуіміз сізді ұстаз тұтып, аға саңғын үшін өлгенше еңбек етеміз. Мырза естіге шығарсың. Оның пейілі қандай кең еді, кісілігі қандай десеңші? Жарайды. Саңғын, сатқын бемес бе? Оны жүре көрейік. Леубей сау-саумен астасып, шежуді басып алмақшы екен. Мен қол бастап, Леубейдің көзін құртып, қатерді аластауға бекіндім. Әмірме құлақ салыңдар. Жаңлау мен Гаушин, 10 мың жасақты бастап түнделетіп Гуаньи қолына тап бересіңдер. Соңшан мен Вейши, 10 мың жасақты бастап артқы жолды бөгіңдер. Ал мен, қалың қолды бастап, Шаупеға шаубыл жасап, Жаңфи деген сұмырайдың басын өз қолмен алам. Біз қамалдан кеткенде, Чоңгүй мен Чындың Шижуды қорғақ болады. Саңғындар, титтейде шигілік болмасын. Тізгінішімен қолдарыңды жинаңдар. Кеш батқанда, Нәңгенде жолығамыз. Барып бұйрық күтіңдер. Нәңгей! Фыңшен ау, Шижуды қорғауға мен қалай? Болмайды. Сен соғыс заңына жетіксің. Жаумен айқассам, айлашарыңа мұқтажбын. Бірақ сен бала шағаны тұтас қамалда әкеліп алал екеуіне тастап кеткел тұрсың. Алда жалда бірер жағдай болса, онда қайтеміз. Мырза, олар ғалі сенбей тұрмысың? Сенбейтінім рас. Мырза, сенің де, олардың да фамилиясы шын. Осы сендернеге от пен судай ота салмайсыңдар. Олардың аузына сен туралы қауесет естіп көргем жоқ. Ал сен болсаң оларды соңынан жамандайсың. Фыңшен, дәл қазір чын әкеліп алалы, чын фамилиялар сатқын ба жоқ па дегенді қоя тұрып, тек Шижу туралы сөйлесейік. Шижу біздің тиянағымыз. Тіршілік көзіміз сонда жатыр. Айырылуға істе болмайды. Сондықтан қайткен күнде де сенімді Саңғынның қолына тапсырып кеткеніміз жөн. Менше осында Жаңляу мен Гаушиннің біреу қалсын. Жоқ. Леубейдің жасағаз болғанымен, оның Гуаньи, Жаңфи, Жауюндай тегерін Саңғындары бар. Ал мен ол үшеуіне жалғыз төтеп бере алмаймын. Сондықтан Жаңляу мен Гаушин сөзсіз маған еру керек. Бірақ қайтсек те, ол екеуін айырып жіберуіміз керек. Біреу қалса, біреу қосын қеріп жүрсін. Жарайды.
Онда мен әкесі Шыңгүйді қалдырып, баласы Шындыңды ертіп алайын. Мырза, Шындыңды жек көруші едің ғой. Ендеше соны ертіп алайын. Жарайды. Әке, Шыңғын бізден күмәндана бастады. Онан кейін сіз екеміз ерекше сақ болайық. Шыңғын күмәнданғанымен, Лүйбу бізге сенеді емес бе? Қорықпа. Жорыққа аттанған соң қамал сыртындағы істерді түгел мен бітіремін. Ал қамал ішіндегі істер сізге аманатты. Қамалды қорғауға қалған 2 дуан басы мен 6 аламан басын мен сөзге көндірдім. Маған сатылды. Ат жордасына бағынуға пейіл. Жарайды екенсіз. Лүйбу шайқаса жеңілген соң құтырына шижуға қайтатын даусыз. Әке, оны істе қамалға кіргізе көрмеңіз. Алаңсыз бола. Аспа көпір қорғаушыны да өзім тағайындақ қойғанмын. Әке, сақ болыңыз. Ұлым, сен де сақ бол. Аттаныңдар! Қамал атпасын, жабыңдар! Жабыңдар! Ол менің көзімді құртады деп ойламаған екем. Аға, алаңдамаңыз, мен бармын. Не болма? Сіз де қамалды қорғап тұрсаңыз болғаны. Мен 3000 жасақты бастап, мұна сұмыраймен айқасып көрейін. Тоқта! Жау қолының күші мығым екен, шайқаспайық. Мейфан қайда? Ем. Лүйбудың қолы көзді ашып жұмғанша, қамалды шыбыны шүбет алмастай етіп қоршауға алады. Хат жазып отыратын уақыт қалмады. Сен дізген ұшымен қамалдан шығып Саусаудан көмек сұрауға аттаны. Мұнан сырт, Гуаньи қосынының тұрағынан өткенде оған бұйрық күтсін деп айтты. Саусаудың қосыны келмей, Сяопейге көмекке келуші болмасын. Есіңде болсын. Ләппей. Інім, Бармын. қамал қақпаларын түгел жабыңдар. Жасақтар жауға жоғардан төтеп беретін болсын. Әкеңді Лүйбу деген сұмырай жасырын шабуылдағанды ғана біледі. Любей, шық бері! Мен Любеймін. Фыңсен Саңғын неге қол бастап келеді екен? Сен Саусаумен астасып, Шижуды тартып алмақ болыпсың. Саңғын жаңсақ түсінген екенсіз. Мен сізбен бір ниетте болып, Шижуды қорғайтын адаммын. Саусаумен астасып, Шижуды тартып алу мүмкін емес. Өйткені Шижу қолдан келсе Сяопейде аман қалмайды. Мен осында яқмақты істеймін бе? Мұнаны көрдің бе? Бұл Саусаудың саған жазған құпия хаты. Шыңғының қолына түсіпті. Бұл жұтпас дәлелім бар. Ей жуан құлақ! Мен саған жамандық қылмап едім. Неге маған опасыздық істейсің? Сырт көзге адал көрінгеніңмен ішің толған арамдық екен. Қақпаны аш деймін. Сонда ғана қасықтай қаныңды қиямын. Болмаса, қақпаны басып кіріп, ұрын бұтаңа дейін қырып тастаймын. Бұл Саусаудың не Чыңгөңнің айласы болды.
сау-саумын ғой. Өзің кімсің? Пақырыңыз Чүңгүйдің малайы болады. Төрем сізге хабар жеткізуге мені жіберді. Либу орға түсті. Қалың қолын бастап Шаупейге жорыққа танып кетті. Жақсы болған екен, сен дереу артыңа айтып Чүңгүйге сөзіңді жеткіз. Ол қалаға малын берік қорғасын, Либуды қамалға енгізуші болмасын. Мен 3 күнде жетіп барамын. Мұнан сырт әкеліп алып екеуіне айтып қой. Жеңіске қол жеткен соң патша ордасы оларға мол сыйлық береді, саған да сөйтеді. Әміріңізге құлдық. Саужан, Бармын. мынаның атын ауыстырыңдар. Ләппәй. Мұнан сырт бұйрығымды жеткіз. Атайшыл қосын жүрісі тездетсін. Ләппәй, бауырым, маған ер. Ем! 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 Мен сау-саумын, сен тағы кімсің? Либу қалың қол бастап Шаупейға шабуылдады. Ем абыржып, мені сізден көмек сұрауға жіберді. Ұқтым, менің шыжуға кесіп бара жатқанымды көрмедің бе? Ем! Оның Шаупейға шабуылдайтын сіз қайдан білесіз? Дәл айттың, мен қайдан білейін, Өйткені мен межелей аламын. Жау жоспарын алдын ала болжаймын. Мырза, 3 күн болды. Сардарларымыз аузын қалай бұзып боқтаса да, ана оңбаған Любей мүлде шықпай қойды. Қайта қамал 5 кез биіктетіліп үлгірді. Шабуылдау қиынға соғып тұр. Енді қайсек болар? Любей құтқарушы жасақты күтіп жатыр. Құтқарушы жасақ? Кім келіп құтқарады? Сен оның сау-саумен астасқанын ұмытып қалдың ба? Сау-сау? Егер ол қалың қолын бастап білетін болса, құрғанымыз сол. Әйтпесе, уақытша шегінсе қайтеді. Әу баста саған Любейға қару жұмсама дегем. Өзің Шаупейға шабуыл жасаймын деп қасарысып алдың. Енді келген екен біз Любеймен бет жыртысып жауға айналдық деген осы. Сонда оның қамалының астында янаттасып алып шегінеміз бе? Оның үстіне мен де септеп көрдім. Сау-сау дәл қазір Енжудан аттанған күннің өзінде кемінде 5 күнде осында жетеді екен. Яғни біздің әлі 4 күн уақытымыз бар. 4 күн ішінде Күңшенді басып алсақ, сау-сау қалың қол бастап келсе де, өкінгеннен басқа түк те қыла алмайды. Жарайды. Мырза, сонда біз Шаупейға қалай басып келеміз? Қамалдың қорғанысы мықты, басып кіру қиындау. Тек Любейді алдап сыртқа шығару керек. Жарайды. Ендеше оны қалай алдап шығарамыз? Әкау аға саңғыным, барлық істі менен сұрай беретінің не? Әлгі оң-сол ғана ақылшыларыңнан сұрап көрмейсің бе? Қысылтаяң сәтте өзіңе ек сүйеймін. Мырза, жол көрсет. Менен көмегіңді аямасаң екен. Фыңшен, менше біз пейтсек қайтеді. Саңғын, Бірер жағдай бар ма? жоқ.
Saq bolыңдар, Затпай. Бауырым Шуанда, мен 30 мың сұрыпталған жасақты бастап көмекке аттандым. Бүгін ертең жетем. Інім, сау-саудың қосын таяп қалыпты. Екі жақтан қыспақ қалып, Лүйбудің көзін құтайық депті. Жарайды екен. Ол неме тез жетіпті ғой. Енді жауды құшырлана қыратын болдым. Бірнеше күннен бері теріме сыймай әрең жүрмін. 12-сі дейді. Ертең 12-сі емес пе? Сау-сау осыны жылдамақ екен. Әлде ол Лүйбу маған шабуылдаудан бұрын аттанып кеткен бе? Аға, енді 4 сағаттан кейін таңда атады. Дереу жасақтар діреттеп, сардарларды тағайындаңыз. Жарайды. Сардарларды сарайға жи, бұйрық алсын. Ләппай! Жуан құлақ сұмырай, сауытта сығылған тасмаға ұзамай, шық бері деймін! Басыңды ұшырып жіберейін бе? Шық бері! Шық бері! Шық бері! Қазайын тақсызайын! Шық бері! Аға, қараңызшы! Сау-сау осыны келді. Лүйбудің қолы бытырай бастады. Інім есіңде болсын, қан төгуді ғана ойлама. Жауды шығанаққа таман ығыстырайық. Оқтым! Жарлығыма құлақ салыңдар! Қақпан ашып, шабуылға өтіңдер! Осы арада Лүйбуді қыспақ қалатын болып еді қой. Сау-сау қайда кеткен? Аға, өнім! Енчаң, сен неге келдің? Кеше кеште Сау-саудан құпия хат келді. Ол осы арада Лүйбуді қыспақ қаламыз депті. Қарсығай, ор басқан екеміз. Бұл Чыңгөңнің айласы ғой. Енчаң, дереу шегін! Жуан құлақ сұмырай! Жуан құлақ сұмырай, енді қашып қыла алмайсың. Сен аттан түгеліңді мойынысың. Тұй! Лүйбу ағаш өрен келді. Қырыңдар! Қатардан қалмаңдар! Жансаңғын мен Жансаңғын қайда? Олар қоршауда қалды. Ем, пақырыңыз Лүйбудің Жансаңғынды аттан дүйреп түсірген өз көзімен көрді. Өлі тірісі белгісі. Бір қайтыңдар! Ем, үйде көрмеңіз! Бір қайтыңдар! Бауырларым өлетін болса, мен де тірі жүрмейм. Ем, үйде көрмеңіз, ем! Бұлай тұр! Ем, үйде көрмеңіз! Қайт кері! Ем, үйде көрмеңіз! Ем, құтқарушы қосы келіпті! Ем, құтқарушы қосы келді, қараңызшы! Сау-сау. Ақыры келген екенсің ғой.
Шөнді. Сұлтан, Алдыңда кінәлімін. Сәл кешігіп қалған екенмін. Осы қалге душар болыпсың. сізден сұрай. Сіз жақында біреуден маған құпия хат жіберіп бердіңіз. Ол Чыңгөңнің қолына түсіпті. Е солай, ол саған жазған хат емес. Дәл Чыңгөңге жіберілген хат. Немене? Әдейі оның қолына түсірген болдыңыз ғой. Әрине. Болмаса Ливу саған шабуылдай ма? Шижу ең қалама. Өкінерлігі, мен бір адал құлымнан айырылып қалдым. Сау. Өзімнің қаншалық қара ниет екенімді білесің бе? Сенің қолық сұмдығың мені қамалымнан ғана айырып қойған жоқ. Екі бауырымда қоршауда қалды. Өлі тірісін білмеймін. Әрине, білем. Десе де бауырым жабықпа. Қамалыңды тартып алып беремін. Көн Саңғу мен Жан Саңғу бақсыздыққа тап болса қасында мен бармын. Екеуміз білек біріктірсек қолымыздан келмейтін не бар? Атқа қон. Ливудың сазайын қалай беретінді көр. Саңғон, қарауыл мәліметті. Саусаудың қолы келіп қойыпты. Сен оны 5 күнде келеді демек пең. Шақ күн болды ғой. Ой, Саусау нағыз алаяқтың өзі екен. Ол алдын ала аттанған сияқты. Саусаудың қосына қайда? Көрмедім ғой. Әрине көрмейсің. Менше олар Шижуға беттеген болу керек. Шижуға? Солай. Ол Шижуға беттеп пе? Тез шегініңдер! Тез! Болыңдар! Чыңгөй, тез қақпаны аш, аста көпірді түсір. Ливу, Шижу қамалау бастан-ақ сенікі емес болатын. Сен оны Любиден тартып алғансың. Мен бүгін оны патша ордасына тарту етемін. Үй, опасыз! Сатқандықпен жанбаққан сорлы! Бұл әкелі балалы екеуінің тұңғыш рет опасыздық істеу емес. Әй, сұмырай! Саусаудың қолы қаптап келеді. Тез жан сауғала, әйтпесе, қақпанға түскен қасқырдың кебін киесің. Кімдің қайда? Ұстап алып келіңдер! Оның басы мен әкесіне құқай көрсетіп, қақпаны ашқанмын. Әлі есіңді жимадың ба? Ол баяғыда зытық бер демес пе? Сау қосты келе жатыр! Сау қосты келе жатыр! Сау қосты келе жатыр! Сау қосты келе жатыр! Сау қосты келді! Мырза, жау қол қаптап береді. Енді қайттық. Менше, Шижудағы аймақтың бәрі Саусаудың шеңгелді өтіп кеткен сияқты. Тек Шапиға барсақ қауіптене қоймас. Сол арада бір мезгіл тұрайық. Шапиға шегініңдер! Жүріңдер! Інілерім-ау! Аға! Інілерім,
Аман есен келген екенсіңдер ғой. Тәңірге мың алғыс. Аға, ініміз екеуміз қоршаудымыз бәрін шықтық. Сізден алаңдап іздемеген жеріміз жоқ. Мен айтпадым ба? Ағамыз аспаннан түскен. Ол зобалаңды игілікке айландырады. Құт қондырады. Солай емес пе? Інілерім, неткен көреген едіңдер? Шүренді, айтқаным келді ме? Бауырларыңмен де бас қостың, қамалды да қайтарып алдың. Маған інілерімнің аман қалған олжа. Қамал. Әрине сізге тән болады. Мынау ашық айтылған сөз болды. Аға, қане жүрейік. Аға, кеттік. Жүріңдер. Пақырың ішінде. Пақырыңыз шыңгүй, Қалаға қалаға кіруіңіз қарсы алады. Тез түрегеліңдер. Екеуің патша ордасына елеулеңдік сіңірдіңдер. Мен патша ағзамға мәлім етемін. Сендер шен алатын боласыңдар. Рахмет ием. Тақсыр, Лигбу қолын бастап Шапиға қашып кетіпті. Саужан, Бармын. дереу жарлығымды жеткіз. Қосын 3 күн демалсан. Жоқ. 1 күн демалсан. Ертең Шапиға басып кіреміз. Ием, жасақтар 600 шақырым жол басып келді. Адам шыдай алған күнде де аттар әбден болдырды ғой. Бірақ күн тынықсақ. Лигбу шошынған құсқысақ қалды. Дереу бас идірмесек, ол Юаншауды панлауы мүмкін. Үйсі Юаншаудың күші оның арына ғая түспей ме? Ұқтың ба? Ұқтым. Ойбой, Фыңшен, әлгінде ғана ойсырай жеңіліп, өлім аузынан қашып шығып, Шапиға келген жоқпыз ба? Сен тағы соғыс сайранға салыныпсың ғой. Мырза, шаршадым, демалғым келіп тұр. Ойбой, білесің бе, сырттағы жасақтардың айбыны бұзыла бастады. Жаралылар толып кетті. Аға саңғын соң, сардарлардың арасында жүрмейсің бе? Барып келдім. Жаңа ғана қала қорғанысын тексеріп келдім. Жағдай қандай екен? Шапиға малының қорғанысы берік. Қоймада астық мол екен. 100 күнге жететін сияқты. Қорған сыртында аса өзен бар екен. Ағыны қатты. Саусаудың қалың қолы келе қалса, қосын қаланы қорғап жатса болғаны. Алаңдайтын ештеңе жоқ. Мырза, қам жемеңіз. Бірақ... Аға Саңғын, сау-сау қол бастап қақпаға келіп тұр. Естіген шығарсың. Саусаудың қол тағы жетіп келді. Сен мұнда ән тыңдап шарап ішіп отырсың. Ал жұрт бір сәт дамылдаған жоқ. Қамалды мықты қорғап, шайқасқа шықпаңдар. Ләппәй! Аға Саңғын, сау-сау аспа көпірдің алдына келіп тұр. Сізбен кездесемін дейді. Менімен кезгем дей ме? Фыңшен ау, саумыңдының айлы шарғысы көп. Оны елемейік қой. Кезіксек не болыпты? Кім біледі? Менімен жарасуға келген шығар. Ойбой, сен не деген ақымақ едің ей, а? Мырза, шыға беріңіз. Мен саутымды киіп алайын. Ай сүңгімді әкеліңдер! Ләппәй! Саңғын, Күңтай мырза, сізге адашан ғой. Оның тілін алғаның шөн болар. Ол адал болғаным мен, тым тәкәппәр. Ендеше сізші, сіз тәкәппәр емессіз бе? Пақырыңыз, жер жаһандағы ең тәкәппәр адам. Сіз деп ойлайды. Саңғын, ойлап көріңізші. Әлгі чүңгүй мені, оның лып язығысым себеді. Бірақ соның көлеңкесінде пасықтық жасырынып жатыр екен. Дұрыс айтасың. Чүңгінің қадірін білмеппін.
батырлық шағында Саңғұнға ешкім жетпейді. Бірақ айлашарғы табуда сіз Чүңгүңнің алдында бала болып қаласыз. Жарайды, барып Күңтай мырзамен қалай істеу жайлы ақылдасыңыз. Барсаңызшы.